Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен түріктің тәтті наны смит дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, ыстықтай қытырлақ болып, тез желініп кетеді. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз, және үстіне шекерімізді, аздап тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және бөлек ыдысымызға суымыздың үстінен сұйық майымызды және ашытқымызды салып араластырып аламыз. Енді ұнымыздың үстінен суымызды құйып, араластыра отырып, бір келкетіп аламыз. Ұнымыз біріккенше араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне осылай илеп алатын боламыз. Міне бізде дайын болды қамырымыз. Енді осы қамырымызды бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қоятын боламыз. Енді сол аралықта күнжітімізді құрғақ ыдысымызға қуырып алатын боламыз. Үздіксіз араластырып отырыңыздар. Енді дайын болған қамырымызды алып, үстелімізге қойып, осылай ұзынша етіп бірнеше бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді барлығын өзімізге ыңғайлы етіп, кішкене ғана жайып дайындап аламыз. Енді әрі қарай орташа қалыңдықта жұқалау етіп, осылай ұзынша етіп созып алатын боламыз. Булочка тәріздес етіп жасайтын боламыз. Енді осылай дайын болғанды орайтын боламыз. Бір-біріне орап, екі ұшын бір-біріне қосып, қысып аламыз. Міне барлығын дәл осылай жасап алатын боламыз. Міне дәл осылай жасап болдық. Енді барлығын дайындап алған соң, бөлек ыдысымызға 100 мг суымызды құйып, және бір ас қасық балымызды салып, балды сироп дайындап аламыз. Міне дайын болды. Енді сол қамырымызды алып, балды сиропымызға салып, және күнжітімізге салып, табамызға қойып алатын боламыз. Дәл осылай барлық қамырларымызды жасап алатын боламыз. Сонда дәмі өте ерекше қытырлақ болып шығатын болады. Тәтті дәм беретін болады. Міне барлығын жасап болған соң, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20 минут шамасында қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің смиттеріміз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмі өте ерекше керемет болып шығады. Сіздер осы рецептпен пайдаланып жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ойдағыдай шығады. Каналыма тіркеліп, қоңырау шаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!